Баршаңызға сәлем, Тоқымашыл Мекен каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта прихватканың осындай түрімен сіздерге тоқып үйретіп өтпекшімін. Егер менің арнам ұнаса, менің арнама жазылуды ұмытпаңыз. Мен осындай 100% акрил жібін қолданамын, кішкене қалыңдау жіп. Бұл жіпке мен 2,5 крючокты пайдаланамын. Және 3 номерлі крючокты пайдалансаңыздар да болады. Жұмысымызды бастаймыз. 2 саусағымызға жұмыс жібін орап алып, мына ұзын жұмыс жібін крючоктың көмегімен шығарып аламыз. Және 3 воздушный петля көтереміз осы жерден. 1, 2, 3. Осы 3 воздушный петляны қосқанда барлығы 12 столбик с накидін тоқып шығамыз. 2, 3, 4, 5. Осы шеңбердің ішіне тоқимыз барлығын. 6 столбик с накидім мынау. Жібімізді ұзартып, небір жерде ұстап тұрамыз осылай. 7 столбик с накидім. 8, 9 столбик с накидім. Мына жіптерімізді жақсылап тартамыз, мінекей жақсылап алып аламыз. 10, 11. Және соңғы столбик, 12 столбик с накидім. Мына қысқа жібімізді тартып, шеңберімізді кішірейтеміз осылай. Бірінші қатар аяқталды. 3 воздушный петлямен біріктіріп аламыз. Осылай. Бізде осындай 12 столбик с накидім шықты. Екінші қатарда 3 воздушный петля көтереміз. Және 2 воздушный петля арасына тастаймыз. Яғни сонда барлығы 5 воздушный петля болады. Келесі столбик, мінекей мына петляға столбик с накидім тоқимыз. Біреу, дәл осы петляға столбик с накидім. 2, мінекей. Енді 2 воздушный петля көтереміз арасына. 2 столбиктің арасына 2 воздушный петля. Келесі петляға, мінекей мына петляға да 2 столбик с накидін шығарамыз. Дәл осы жерге қайтадан екінші столбикті тоқимыз накидпен. Енді арасына 2 воздушный петля көтеріп аламыз. Мына петляға, келесі петляға 2 столбик с накидім тоқимыз. Осылай екінші столбик, мінекей. Бізде сонда 2 столбик с накидім, 2 воздушный петля, 2 столбик с накидім, 2 воздушный петля. 2 столбиктердің арасында 2 воздушный петля көтере отырып, әрбір петляға 2 столбик с накидімнан тоқып шығамыз өзіміз. Екінші қатарда аяқтадым. 2 воздушный петля көтеріп аламында, мына 3 столбиктің шыққан жерінен, 3 воздушный петля шыққан жерден 1 столбик с накидім шығарам. Осылай. Енді мына 3 столбикпен біріктіріп аламын. 3 воздушный петля, мына петлямен біріктіріп аламын. Қатарды аяқтаймын осылай. Және біздер келесі қатарды бастау үшін мына аркіге жай ғана біріктіру арқылы келеміз. Осылай біріктіреміз. Осы жерден 3 воздушный петля көтереміз. Және осы аркіге мына столбик 1 столбикті құрайды. Енді 2 столбик с накидін тоқимыз. Біреу, және екінші столбик с накидін осы жерге тоқимыз. Сонда бізде 3 столбик пайда болды.
арасына 2 воздушный петля көтереміз. Және келесі арка мінекей мына тесікке 3 столбик накидін тоқимыз. 1, 2, 3. Барлығын бір аркаға тоқыдық. Мінекей 3 столбик накидін тоқып шықтық. Енді 2 воздушный петля көтереміз. Келесі аркаға 3 столбик накидін тоқимыз. 1, екінші столбик накидім осы аркаға. Үшінші столбик накидім осы аркаға. Мінекей осылай шығады бізде 2 воздушный петля көтереміз. Енді мына әрбір аркілерге 3 столбик накидімнан арасына 2 воздушный петля көтере отырып, 3 столбик, 2 воздушный петля, 3 столбик, 2 воздушный петля, 3 столбик, 2 воздушный петля деп соңына дейін жалғастырамыз. Мінекей мен 3-ші қатарды аяқтадым. Осы жерден 2 воздушный петля көтеріп аламын және 3-ші петлямен біріктіріп аламын. Мінекей 3-ші қатар бізде аяқталды. Енді мына аркаға біріктіру арқылы келеміз. Жай ғана біріктіру арқылы. Жіпті крючокқа іліп шығарып аламыз да, келесі петлядан өткіземіз. Мінекей осылай. Енді 3 воздушный петля көтереміз осы аркадан. 2, 3. Және мына енді екінші қатарда 2 столбик, үшінші қатарда 3 столбик накидім, төртінші қатарда енді 4 столбик накидім тоқимыз. Екінші столбик накидім. Мінекей мына 3 болды. Және 4-ші столбик накидім. Бізде мына 3 воздушный петля 1 столбикті құрайды. 2 бос ілмек тоқимыз воздушный петля. Мына тесікке де дәл солай 4 столбик накидін тоқимыз. 1, 2, 3 және 4-ші столбик накидім. Бір аркаға тоқыдық барлығын. Мінекей арасында 2 воздушный петля бар. 2 воздушный петля көтереміз мына тесікке. Және осы жердегі барлық тесікке арасына 2 воздушный петля көтере отырып, 4 столбик накидін тоқимыз осы қатарда. 2-ші столбик накидім. 3-ші столбик накидім. Және 4-ші столбик накидім осы аркаға. Мінекей біздің 4-ші қатар осылай жалғасады. 4-ші қатардың соңына келдім. 2 воздушный петля көтеремін де 3-ші воздушный петлямен біріктіремін. Осы қатарда аяқтап біріктіріп аламыз. Және аркаға біріктіру арқылы келеміз. Мінекей бірінші столбиктің петлясымен біріктірем қазір. Осылай. Және екіншісімен біріктіреміз. 3-ші петлямен. Және арканың өзінен шығарып біріктіріп аламыз. Мінекей аркаға келдік. Ары қарай 5-ші қатарда 3 воздушный петлямен көтереміз. Дәл осы жерге енді 5-ші қатарда 5 столбик накидін тоқимыз. 2, 3, және 4. Мінекей 4 столбик накидін тоқып шықтық. 5-ші столбик накидім. Мінекей 5 столбик болады осы 5-ші қатарда. 2 воздушный петля көтереміз. Арасына 2 воздушный петлядан тоқып отырамыз. Келесі аркаға 5-еуін тоқимыз. Столбик накидімнің. Осы аркаға 2-ші столбик накидім. Мінекей. Осы аркаға 3-ші столбик накидім. Осы аркаға 4-ші столбик накидім. Және осы аркаға 5-ші столбик накидін тоқимыз. Мінекей 5 болды.
және 2 воздушный петля көтереміз. Келесі аркіге де дәл солай 5 столбик с накидін тоқимыз. 1, 2, екінші столбик с накидім, үшінші столбик тоқимыз, 2, төртінші столбик с накидім, және 5-ші столбик с накидім. 2 воздушный петля көтереміз. Енді мына әрбір аркіге 4 столбик с накидім, 5 столбик с накидімнен 2 воздушный петля көтереміз. 5-ші қатарды аяқтап болдым. Қатардың соңында 2 воздушный петля көтереміз және 3-ші воздушный петлямен біріктіреміз. Енді соңғы қатар бізде мына петлямен біріктіреміз, келесі петлямен, екінші петлямен біріктіреміз және 3-ші петлямен біріктіреміз. Болды, 3 петлямен ғана біріктіреміз және аркіге бармай, мына жерге дейін біріктірмейміз. Осы жерден крючокқа жібімізді орап, осы аркының ішінен 6 столбик с накидін тоқимыз енді. Бірінші столбик, екінші столбик накидпен, 3-ші столбик с накидім, 4-ші столбик накидпен, 5-ші столбик накидпен, 5, 6-ші столбик с накидім. Енді бізде мына соңғы жағынан 2 столбик, бірінші және екінші столбик. Осы жердегі петлямен жай ғана біріктіреміз. Тоқымаймыз, біріктіреміз яғни. Енді тағы да мына аркіге жіпті крючокқа орап 6 столбик тоқимыз. 1, жіпті крючокқа орап 2-ші столбик тоқимыз. Жібімізді крючокқа орап 3-ші столбигімізді тоқимыз. 4-ші с накидім столбик, 5-ші столбик с накидім және 6-ші столбик с накидім. Енді мына соңғы 2 столбиктің 2-ші петлясымен біріктіреміз. Бізде осындай соңғы узор пайда болды, яғни бұл мына ең шеткі жиегіндегі әрлеп жатырмыз жиегін, яғни осындай гүлдің жапырағы сияқты болып шығу керек. Енді ары қарай жалғастырамыз. Осы аркіге де 6 столбик с накидін тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5 және 6-ші столбик. Осылай 6 столбик тоқимыз. Және мына соңғы бірінші және екінші столбикті санаймыз да, осы столбиктің петлясымен жай ғана біріктіру арқылы барамыз, біріктіріп аламыз. Енді ары қарата мына әрбір столбикке 6 столбик с накидін тоқи отырып, мына екінші немен біріктіреміз де, соңғы екінші столбиктің петлясымен біріктіріп, қатардың соңына дейін өзіміз мына петляға дейін тесікке дейін тоқып шығайық. Мен соңғы аркіге тоқып болдым және одан кейінгі петляға жай ғана біріктіріп алам. Осылай. Енді осы жерден 10 воздушная петля көтерем, яғни ілгіші 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Және осыны осылай біріктіріп қайырып қоямыз. Келесі петляға жай ғана біріктіре қоямыз және бір петля көтереміз, яғни бекіту үшін, жақсылап бекіп тұру үшін.
Осындай бізде әдемі қарапайым прихватка дайын болды. Тоқылу жолы өте оңай. МК түсінікті болды деген ойдамын. Мені қарағандарыңызға рахмет.